негізі бойынша болып жатқан төтенше жағдайға байланысты Талдықорған гуманитарлық техникалық колледжі қашықтықтан оқыту технологиясымен жұмыс жасауда. Осы орайда колледждің миссиясы мен көзқарасы уақытша қашықтықтан оқытуға байланысты өзгертілді. Қазіргі уақытта мақсаты педагогтар мен студенттерге білім беру стандарттарына сай оқу үрдісін үзбей қашықтықтан оқытудың әдіс-тәсілдерін меңгертіп, мамандар даярлаудың сапасын арттыру. Колледж қашықтықтан оқытуды колледж сайты және Платонус платформасы арқылы жүргізіп келеді. Колледж сайтында арнайы қашықтықтан оқыту парақшасы ашылған. Парақшаға Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің нормативтік құжаттары, әдістемелік ұсынымдар, бейнесабақ құру нұсқаулығы, педагогтарға және студенттерге арналған Платонус ақпараттық жүйесінің нұсқаулығы, Zoom бағдарламасы мен жұмыс жасау нұсқаулығы, сонымен қатар онлайн сабақтар жүктелген. Қашықтықтан оқытудың негізі ол сабақ үрдісін орындау. Осы орайда колледж оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлері Платонус платформасына күнделікті сабақ кестесіне сәйкес тапсырмаларын енгізуде. Тапсырмаларды енгізбес бұрын мазмұны, бағалы өлшем шарттары тексеріліп, әдістемелік көмек көрсетіліп отырады. Оқытушылардың онлайн сабақтарына колледж әдіскері тарапынан қатысып, сабақтар қалданып, колледждің YouTube каналына жүктеледі. Шығармашылықпен жұмыс жасап жатқан оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің сабақтары облыстық білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының сайтына жарияланып, республикалық оқу-әдістемелік бірлестіктеріне жіберілуде. Платонус платформасында оқытушылар мен студенттерге қажетті оқулықтар, сонымен қатар оқу-әдістемелік кешендер жүктелген. Оқу-әдістемелік кешеннің күнделікті толтырылуы есепке алынып отырылады. Қазіргі уақытта пән бойынша 62 оқу-әдістемелік кешен жүктелген. Қашықтықтан оқытуда колледж психологы студенттермен және олардың ата-аналарымен үздіксіз жұмыс жасауда. Колледж ұжымы заман талабына сай ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін қолданып дағдыланды. Алдағы уақытта онлайн форматта өтетін қорытынды аттестацияға дайындық жұмыстарын жүргізуде. Әлемдегі індетке байланысты біздер педагогтарға үлкен жауапкершілік артты. Осы орайда әріптестеріме біз біргеміз, біз бар қиындықты бірге жеңеміз дегім келеді.